Топырақ не үшін қажет? Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Топырақ жердің үстіңгі қабаты. Онда әр түрлі жануар, шұбалшың, өрмекші, түрлі бунақденелілер, мұздар тіршілік етеді. Топырақ астынан қазылған індерді саршұнақ, көртышқан және басқа да ін қазатын жануарлар паналайды. Жануарлар топырақты әр түрлі пайдаланады, кейбірі онда тұрақты түрде тіршілік етеді, кейбірі қыстайды немесе ыстықтан, жауыннан тығылады, кейбірі жұмыртқа салады. Топырақ өсімдік тамырларын қоректік заттармен, сумен қамтамасыз ете отырып, олардың өсуіне жағдай жасайды. Адам да барлық азық-түлікті топырақтың арқасында алады. Қызықты дерек, сен білесің бе? Бір шөкім топырақта миллиардқа жуық микроб бар. Қорытынды есте сақта. Топырақтың өсімдік тіршілігі үшін маңызы зор. Ол көптеген жануарға баспана болады әрі адамның азық-түлік өндіруіне мүмкіндік береді. Ойлан. Егер топырақ жануарлар мен өсімдіктердің тіршілігіне жарамсыз болып қалса, не болады?